Өмір дегенді қалай түсінесіңдер? Қол көтеріп жауап берейік. Мен өмірді былай түсінемін, адамдар әрқайсысы күліп жүріп мұңаяды, жылайды, тағы да басқа. Туған күннен бастап осы күнге дейін, осы жүрген күнге дейін ол адамның денсаулығы, адамның көрген күні, қаншама бойындағы қасиеттері, соның бәрі өмірге байланысты. Жақсы. Дракон ойыны. Біздің белімізден қаттырақ ұстаймыз, жібермейміз. Артта тұрған драконның аяқ жағы басын ұстау керексің. Қашу керексің сен, ұстатпау керексің. Жақсы. 2, 3, кеттік. Жақын тұрда алдыға қарай секір. Жақсы. Енді қайттан орнына тұрда қаттырақ секір. Жақсы. Енді қарашы, осы екі секіргеннің айырмашылығы бар ма? Иә, бар. Бұл жерде адам біріншісінде жай секірді, екіншісінде қаттырақ секірді. Бұл кезде адам өзі алдыға қарай ұмтылды. Сол себепті адам қатты секірді. Жақсы. Бұл айырмашылыққа не әсер етті? Бұл айырмашылыққа ұмтылу әсер етті. Жақсы. Қойылған талап пен мақсат нәтижесі жақсарды ма, әлде нашарлады ма? Жақсарды. Жақсы. Қалай ойлайсыңдар? Өмірде де осындай жағдайлар бола ма? Иә, болады. Қандай жағдайлар болады? Мысалға? Мысалға, мұғалім бізге алдыға қарай ұмтыл дегенді айтады. Сол кезде біз алдыға қарай ұмтыламыз, бұны алдыға қарай ұмтылу деп айтады. Жақсы. Өмірде әртүрлі жағдайлар болады, иә, балалар? Мен өтірікші, мен тыңдамайтын, мені сенбейтін. Сондай балаларға мен сенбеймін. Жақсы. Оқи ғой. Егер мен сенімсіз болсам, онда үндемей, достармен ойнамай, көңіл күйсіз жүремін. Жақсы. Маған көңілсіз егер менімен ешкім ойнамаған, менімен ешкім сабақ оқымаған, менімен ешкім дос болмайды. Сол кезде сенімсіз. Мен көңілсіз болсам, мен көңілді, өзімнің көңіл күйімді көтеру үшін бір нәрсе жасаймын. Жақсы. Мысалы, не жасар ең? Мысалы, өлең тыңдаймын, өзімді күлдіртемін, өзім көңілді болуға тырысамын. Жақсы. Егер маған дауыс көтерсе, мен дауыс көтермейді деп ойлаймын. Маған дауыс көтермейді деп ойлаймын. Дауыс көтермейді деп ойлаймын. Ең үлкен қорқыныш бұл менің ойымша ит деп ойлаймын, себебі менің кішкентай кезімде ит қауып алған. Сол себепті менің қорқынышым ит. Жүрекше беремін. Осы жүрекше арқылы бір-бірімізге есте қалған қызықты оқиғаларымызды айтайық. Отбасымызбен бәрін, жақындарымыз, достарымыз бәріміз жиналып саяхат жасау. Бұл мен өмірімдегі есте қалған ең қызықты оқиға. Оқиғам ол біз жазда отбасымыздың достарымызбен Бектауатаға баруымыз. Біз ол жерде тауға шығып, пикник жасап, күшті демалғанбыз. Тілейміз. Махаббат, бақыт, барлығына бүгінгі сабаққа 5 тілеймін. Махаббат, адамгершілік, бүгінгі сабақта 5, мейірімділік, бақыт, бауыр, мейірімділік, ата-анасын тыңдасын. Жақсы, балалар. Отыра қойыңдар.